салдамалы қазларындай күлімнің қаңқылдаған. Ассаламу алейкум, құрметлі меймандар, құдай ұстазлар. Ахмет Хамди Аймхан Шамратова үй музейіне қош келіпсіз. Біздердің музейіміздің ашылуына 25 жыл толу мұнасабетіменен басшымыз тарихымен осындай қанықлы елімізге белгілі инсанлар менен ұшырасулар шөңкеместіруді алдымызға мақсат етіп қойғанбыз. Міне кезектегі мейманымыз Хаслың сенің ағаштан дур. Сөйле дутар, жүрегің толы арман дур, дәрттің баян айле дутар. Бұл қос қатар менен баслағанымның себебі бүгінгі кезектегі мейманымыз Қарақалпақстан халық бақсысы Зүлфия сыйлығының лауреаты, достық ордені иесі Гүлбахар апа Ахымбетова. Ассаламу алейкум, Гүлбахар апа. Ахмет Хамди Аймхан Шамратова қош келіпсіз. Міне бүгінгі сізге сұрау берілетұғын, сізді тамаша етуге келген инсанларымыз бұл медпавричный, яғни медицина қызметкерлері, сол сіздің тарауыңызға, сіздің творчествоңызға қатты қызығатұғын екен. Өздерінің қызықтырған сұраулары бар, енді ұрсат берсеңіз, сол сұрауларға өтсек. Мен өзім лично сізді сондай бақытшы қызықты неламын, жақсы көремен қосыларыңызды тыңлаймын. Сізге сұрауым бірінші, осы тарауға кіріп келуіңізге нелер түрткі болды? Һәм неше жасыңыздан бастап қосып айтып басладыңыз? Рахмет сұрауыңыз үшін. Кішкене уақытымнан баслап қызыққанмын, себебі Шаңарақта ата-анам осы мәдениет тарауынан болмаса да, олар мәдениет көркем өнер шайдасы. Әкем үйде гитара аспабы тұрады, дутар аспабы тұрады. Әкем оны шертеді, анам оған қосылып, сол отырыспақтарды өздері қосықларды айтып жүргенін қатты мен көріп қызығатұғын едім. Һәм олардың сол отырыспақтағы қосықларынан айтылуға мен әрекет ететін едім. Бірақ сол гитара аспабына қолларым жетпеген үшін жүдә майда қыз болғанмын кішкене уақытымда. Һәм сол дутар аспабын шертуді әрекет еттім. Һәм анам өмірде қатты талапшаң хаялда. Себебі қай жерде дөңгелек бар, қай жерде балалар музыка мектебіне, сол жерде Аржинекес көшеде болатұғын еді. 3-ші классымда мені жетелеп өз анам алып келген. Бұл жерде дәстеп қор ансамбліне қосып айтқанмын. Сол дутар аспабын шертуді үйреніп жаңа басылаған уақытында осы үй музейі ашылды. Һәм осы үй музейінің ең дәстепкі қызметкерлерінен менің анамда болды. Һәм осы жерде қандай концерт болады, қандай кім мейманға келсе де мені сол музыкальныйден деп жүгіртіп шақырып алып осы жерде қосық айттыратұғын еді. Сол жаңа бір қосық, екі қосық білемен, соны мен осы жерде келген мейманларға айтып атқарып жүретұғын едім. Һәм мен солай дутар шертіп үйреніп басладым. Сол Аймхан апаның дәстепкі қосықларынан атқарып үйреніп басладық. Игілайды айтатұғын еді. Сол нелерден естіп, аудиоларынан, видеоларынан. Һәм анам сол айтады да, мен дейді, ең дәстеп дейді, соны сол дутарға сені бергеніне мақсат дейді, мен өзім кішкенелігімен қызығамын, еш айтып үйрен алмадым, шеріп үйрен алмадым, үмкәният шарайып болмады. Һәм сол сенде соны көргенді қаледім, һәм сен маған үйретеді деп ойладым деп айтады да әзірәмде, бірақ ондай үйрете алмадым, мен шертемен, бірақ анам қосылып айтады әзіргі күнде де. Мен осылай мәдениет тарауына, көркем өнер, бақсышылық тарауына, сол Шаңарағының жетелеуі менен, ата-анамның сол қызметі менен, олардың арзу арманы менен кіріп келдім деп ойлаймын. Әлбетте өзімде де қатты қызығушылық бар. Қайсы дөңгелекке апармасын, сол дөңгелекке мен қаттыға беріліп тайланып қызығатұғын едім. Спорт дөңгелектеріне де баратұғын едім. Менен үлкен ажағым бар, сонымен бірге қай жерде спорт дөңгелегі болса, шахматтан қалалық басқышыларға қатынасып жарыстарға бірінші, екінші орындарды алып жүрген мен уақытында. Мен солай етіп, сол мәдениет көркем өнер тарауына кіріп келдім. Ассаламу алейкум. Туылып өскен жеріңіз, балалық хақындағы нені айтып берсеңіз? Туылып өскен жерім өзім келіп шығысым, сол әкем Кегейлі 6-шы ауыл дейміз, сол Ақтұба беттен, сояқтан негізі шығысым сияқты. Әкем Қалқабатта туылып өскен, өзім Нөкісте туылып өскен мен, дайларым Анна, әкем өзім Қарасераппан, сол Нөкісте туылып өскен біз қаланың қақ орайында 32-ші орта мектепте оқығанмын, сол балалар музыка мектебінде оқығанмын. Көбінше сол балалығым, сол қай жер, өзіме мен ойлаймын да, бір нандай ұялмайтұғын, шаққан, бір қай жерде болса, не зат болса, соған қатынасып кете беретұғын қыз болғанмын да, әзір ойлап қарасам, сондай шаққан қызларды көз алдыма келтіремен де, кішкене сол передача сондай түсіруге келсе де, мен сол жерге барып, мен ведущий болсам бола ма,
мен концертке қатынассам бола ма, мен телевидениеге шықсам бола ма деп сондай сұрай беретін болғанмын да. Солай етіп мен сол 7-ші классымда сол балалар музыка мектебінде оқып жүргенімде дутар шертіп, мен дутар шерткен нелерді оқушыларды түсіруге келген телекөрсетудегі сол редакторлар келіп, сол түсіріп отырғанда мен сол басылаушы болсам бола ма деп айтқанмын да бар. Сөйтіп айтсам, айтамыз өздеріміз деп кеткен. Сонда Роза Хамидова ұстазым айтады, сол көрсетуден шығып дейді, передачамызды дейді, эфирге берейін деп дейді, басылықтарымызға көрсетіп атырсақ дейді, не енді намнаған болып өздеріңіз шыға бересіз, бір кішкентай балаларды ведущий етіп тайырлаң енді деп айтып ұсыныс білдіріп қалғанда, содан бағана мен ведущий болсам бола ма дегенім есінде қалғанда, дәру сол ұстазларыма бағанағы звонить етіп, сол бағанағы қызды маған тауып берің деп сұрағанда, сөйтіп мені шақырды, сол көрсетулерге басылаушылық етуге шақырды. Сол балаларлық детский передачаларға мен өзім барып, сол жерде басылаушылық еткенмен, бірақ қаттыға қиын болған, түніменен телефоннан, домашний телефон болады, соны жазып аламан сөйлейтін сөздерімді, түніменен ядлайман, азында камераның алдына келіп ұмытып қаламан да, содан бақырады. Қане деп тайырланып келгенім, қане деп, бірақ сол қиыншылықтарменен сол 7-8 жыл давамында балаларға арналған көрсетулердің ең дәслепкі жас сол басылаушысы мен болғанмын. Балалығым, шарлығым, сенің бос уақытың, балалар студиясы, кім епшіл, кім шаққан, сол көрсетулердің әмесінде мен басылаушылық еткенмен ең дәслепкі. Соң журналистикада оқитын жас студент қызлар келіп, біздерге қатынап үйренгенде, сондықтан ойлаймын да, қазіргі күні маған сол передачаларға қатынасып неткенім, ведущий болып тайырланғаным маған үлкен пайдасы тиді. Ұстазларымның сол үйреткені, камера алдында, халық алдында, адамдардың алдында, улама бір аудитория алдында сөйлеу мәдениетін рауажландыруға маған сол телевидение үлкен жәрдем берді. Ассаламалейкум. Қазіргі күнде нелермен барсыз? Дөретушілік жұмыстарында қандай өзгерістер болып жатыр? Рахмет сұрауыңыз үшін. Қазіргі күнде сол білмеймін енді, қаттыға бәтпен деп айтсам болады, себебі бір нәрседен бір нәрсеге үлгеруші ансат болып жатқан жоқ, себебі сол Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер мәдениет институтының Нүкіс филиалында халық дөретушілігі кафедрасы басылығы лауазымында профессор іліми атағын алғанмын һәм ол жердегі сол бір қанша студент, 300-ге жақын студенттеріміз бар, қанегерімізде сол студенттерменен бір ісілесу, бұл әлбетте біздің вазифамызға кіреді. Оларды тек қана бақытшылық өнеріне емес, ал қарақалпақ көркем мәдениетіне, көркем өнеріне, ойын өнеріне, ұлыма халық дөретушілігіне оларды жөнелтіру, оларды арасында концертлер өткеру, оларды халыққа сол алып шығу, сахнаға алып шығу, оларды конкурсларға қатынастыру, олар мен тикар қазіргі вазифамыз болып жатырды. Әлбетте сол білімлеп дәсталарды үйрету. Әзір дәстаны үйрететуін сол санаулы ғана студенттерім бар өзімнің қанекелерімде. Оларменен бірге Әуез үйленген, Әуезхан, Әлеп Райхан, Қырмандалы, Саятхан Хамрами, Қарақалпақ халқының сол бабаларымыздан келтірген білім мирасымыз, дәсталарды сол біліп атқаруды үйреніп келмектеміз. Бұл да әлбетте ине менен құдық қазғандай, себебі бәрібір жұмыс болғаннан кейін оның қағаз жұмыстары болады, студенттерменен ісілесу бірге, оларменен ісілескерлерімізді онлайн бақылау, һәм басқа. Сонымен бірге дөретушілік ету, бұл әлбетте сол қиыншылық тудырады. Дөретушілігімізде бұл сәл ғана артқа тартуды, артқа сүруді себепші болады. Сондай уақытта мен өзім шәкіртлеріме қосылып, сол дәсталарды атқарып жатырмын. Бүгінгі күні сол 3 қыз, 2 қыз шәкіртімді аламан, һәм өзім қосыламан, сол кезеклесіп қосықтарды атқару. Яғни әр бір дәсталарымызда кемінде 20, 25, 30, 36, 80 қосықлы дәсталарымыздан бар. Енді бұлардың бәрін яп алу ансат емес, бұлардың дұры келетін намаларға салу да ансат емес. Бірімдеп айтатын ғой, ине менен құдық қазған деп. Оны үйреніп ядлау мүмкін. Ол адамға сіңемен деген және уақыт керек. Оны және кімгедір
көрсетемін еш, мысалы үшін мен 100% бақсылықты білеме деп айта алмаймын. Ешқайсы кәсіпті мысалы үшін өзінің иесі 100% білеме деп айта алмайды. Мабада мен 100% білген жағдайымда да сол халықтың алдына шығып қосықты атқарғанымда оның 60-70%-ін көрсете алады екен. Демек мен 80-90% білемен деп есептасам, демек және ол процент көрсеткіші азаяды. Демек соның үшін біздер әрдайым өзімізге үйренгенде, шәкіртлерге үйреткенде де сол терең етіп үйретуге әрекет етеміз. Себебі халыққа жеткергенде оны қате жеткермеу керек, қате көрсетпеу керек. Себебі бабаларымыздан мирас, ол әулеттен әулетке, ауыздан ауызға біздерге мирас болып келді. Ол жазылып қалған қағида тасқа қойылған. Соны біздер қате айтып көрсетсек, бұл әлбетте біздерге дұры келмейді. Соның үшін қате айтпастан сахнаға алып шығуды оларға әрекет етеміз. Соның үшін қайта-қайта даярлап, қайта-қайта үйретіп, біздерге әлбетте қиыншылық тудырады. Мен бүгінгі күні осылар менен бәрін. Ассалаумағалейкум. Алдыңғы бақсыларымыз айтқан екен, бақсылық неміз ата мирас деген екен. Сол айтқандай шежіренің басынан біздерге бір азамат бір сөйлеп берсеңіз. Рахмет. Әлбетте Қарақалпақ үрп әдет салт дәстүрлерінде біз шежірені көз алдымызға келтіреміз. Әрбір тараудың, әрбір керек болса ұрудың, ұрық аймақтың сол шежіресі өз алдына бар. Бұл бақсышылық өнерінің шежіресіне назар тастайтын болсақ, біз бұны бірмен-бір айтып келу себеп ұзын болып есептелінеді. Себебі ең дәсілепкі бабамыз бұл Ахымбет бақсы. Мен мақтаныш етемін, сол Ахымбет бақсының атына менің фамилиям тура келген. Енді Ахымбет бақсы сол 18 ғасырдың ақырларында жасаған, һәм сол дәуірде өзінен Мұса һәм Еденбай деген бақсыларды шәкірт етіп шығарған. Сол Мұса һәм Еденбай бақсыны өзінен екі ғана бақсы біздерге мирас болып қалған. Демек, одан басқа да оның шәкіртлері болған Ахымбет бақсының. Көптеген намаларды біздерге мирас етіп қалдырған. Оның шәкіртлері, демек, өзінен шәкірт қалдырмағандығы үшін біздерге дейін жетіп келмеген. Ахымбет бақсы сондай ел таныған, тек қана Қарақалпақ халқы емес, туысқан халықтардың да сол халықтар жүзде жақсы таныған. Хорезм ханлығының уақытында сол Хорезмге барып, сол 5 халықтың несіменен, бақсыларыменен, мәдениет тарауының бақсыларыменен айтыс халларын хақында біздерге шекем мағлұматлар жетіп келген. Аңыз әфсанаға айланған әрбір наманың өзінің келіп шығу тарихы менен біргелікте біздерге жетіп келген. Бұл Ахымбет бақсы һәм сол дәуірдегі танықлы бақсы болғанлығы үшін әрбір біздер ітібар беріп қараймыз. Одан кейінгі дәуірде қарасақ, тарихта Ахымбет, Жарымбет, Ахымбет, Нарымбет деген көп қана нелерді көрсек болады. Халықтың арасында сондай атларды қойғанлығын перзентлеріне көруіміз мүмкін. Міне солардың қатарында менің де бабам, сол 4-ші бабам осы Ахымбет бақсының заманласы һәм біргелікте сол атқарып, қосықларды атқарып жүрген Ахымбет бақсы. Менің атам да сондай Ахымбет бақсы болды. Қосық атқарған құрларда келеді, қосық айтып жүрген һәм сол үлкен Ахымбет бақсының шәкіртлерінің бірі болған деп біздің бабаларымыз айтады. Һәм өзінен Мұса һәм Еденбай деген бақсыны қалдырған, сол Мұса бақсы жүдә көп өзінен шәкіртлер қалдырған. Аз біз шежірелерін сол нелерге қыстырып қоямыз, студентлер көріп, ітібар беріп келсін деп, сол Еденбай бақсыға қарағанда Мұса бақсының шәкіртлері жүдә кең таралған. Һәм Мұса бақсыдан біздерге көптеген намалар мирас болып келген. Мысалы, 7 асыр намазы бар, Аллахайс намазы бар. Аллахайс намазында айтады, сол Ахымбет бақсы Хиуа хандығына барып, 5 елден келген сол бақсыларменен айтысады, һәм әр қилы оған қиыншылықтар болады, оның суын ішкізе жақ болады, оның дауысы қарлығып қалу үшін. Сондай әфсаналар біздерге жетіп келген, һәм сол әр басқышта сол Ахымбет бақсы жеңіп келе береді. Соңынан сондай нелерден жеңіп шыққаны үшін дейді, сол айтады, ханлық қане тіле не тілегеніңді несінаған сол недемен жеңіп шықтым, әрбір неңді орынлайман дейді.
Сонда сол Ахмет Бақсы айтады, менің бір арманым сіз мені, мен сізді көрмейін еді қайтып деп айтады да, сол уақытында ашуланады, қатты қаһарленеді, бірақ сондай болса да өзінің берген сөзі не шәкім болса да орылайман дегені үшін уәзірлерінің сол қайтадан ескертуіменен хан сондай етіп нетеді, яқшы дейді, дүниеңді орылайман деп, ала қайсылы сол ат мінгізіп, астына үстіне сарпайлар кигізіп, сол еліне шығарып салады. Сол уақытта Алақайыс деген наманы келтіріп шығарғалығы біздерге аңыз әпсаналарда солай жетіп келген. Бір қанша намалар бар, және де 7 асырым дегенде де ұстазын сол 7 ұстазына барып шәкірт тұтынып түсіп, сол жерде отыменен кіріп, күліменен шығып деп айтады. Ұстазына сол перзент болып сол үйінде қызмет етіп, қосқыларын үйреніп, һәм ол қашан пәтия беріп жібереме деген ешкен бұл қосқыларды атқармау сол дәстүрге айланған. Сол Құбыла районынан Арқа районға шекем келіп, 7 асырым жолды өзі басып келіп, атқарғаны барған уақытында өзінде ілхам оянып, ана ұстазын көріп, сондай наманы дөреткен деп айтады мұсабақсы. Һәм сол намаға қойылған 7 асырым намаз. Бұндай әрбір наманың келіп шығу өзінің тарихлары бар. Сондай шежіреде де әзіргі күні сол ұстазларымыздың шәкірті сыпатында, Өзбекстан халық бақсы Ғайрадин Өтемұратовтың шәкірті сыпатында мен де сол шежіреде орын алып, ана диваларда қыстырылып тұрғанынан жүдә бір мақтанып, сол шежіренің арасына мен де кірдім деп бүгінгі күні мақтанамын. Ассалаумағалейкум. Газ өбеттеп сізден бір жанлы хавазда қосық естіп. Енді бұл қосық сол ұстазымыз Аймхан апа Шамаратованың атқаруындағы сол Игәләй қосықларының бірі Ибраим Юсупов сөзіне заманы болады. Çözüm bir dili üşüye, dumanlı
Дұрыс айтасыз. Тек қана мен үшін емес, мен ойлаймын, әрбір инсан биылғы жылым менің жүдә жақсы болды деп жақсылық тараптан көрсе, жақсылық тараптан оны қабыл алса, мен ойлаймын, әрбір жыл, әрбір инсанға ауметлі жақсы мол ырысқан несібесіменен келеді. Себебі әрбір инсан жылдан жылға рауажланып барады, өсіп барады. Қуанышы менен біргелікте жетіскерліктері де көбейіп барады. Шаңырақта да мен ойлаймын, әрбір инсан сол өткен жылға қарағанда мен мынандай болдым деп өзіне мотивация беріп, өзін рауажландырып бару керек деп ойлаймын да. Мабада рауажланулар сәл әстен болатын болса, демек елі жыл ақырламады, осы жылдың ақырына жеген мен мына нәрселерді әмелге асыруым керек деген нәрсені өзінің алдына әрбір інсан, ол аял адам болсын, ол ер адам, жас үлкен болсын, жас кіші болсын, әрбір інсан алдына сондай мақсат етіп қойса ғана әмелге асады. Неге себебі қазіргі күн мотиваторлар жүдә көп, психологтар, философтар. Олар айтады, жазым дейді ғой, жазым. Ол жазған нәрсе демек әмелге асады. Сіз бірінші жазама дегенше оны ойыңызда сайлайсыз ол нәрселерді. Неге сондай жетіскерліктер, мақсатлар, әлбетте жылдан жылға менде рауажланып барып жатырыпты. Биылғы жыл сипатында алатұғын болсақ, әлбетте өзімнің дөретушілігімде де, шәкіртімнің дөретушілігінде бір рауажлану болды. Себебі өзімнің шәкіртім Ибраим Юсупов атындағы стипендияны алуға ерісті. Бұл да менің жетіскерлігім, себебі бұл стипендияны да алу ансат емес. Ол стипендияны алған адам магистратураға имтихансыз оқуға қабылданады, магистратура басқышына. Шаңырақта тыбабек қарайтұғын болса, перзентлерім бір қанша медалларды алуға ерісті. Сол спорттың ескек есу түрі бойынша Ташкент қаласында сборда болды. Сол жерде Өзбекстан бойынша чемпионатларға қатынасып, екінші, үшінші, бірінші орындарды алуға ерісті. Бұл да менің мақтанышым, бұл да менің жетіскерлігім. Демек мен тек қана өзімнің үстімде емес, ал шәкіртлерімнің, перзентлерімнің үстінде істеуге де әрекет етіп жатырмын. Бұл әлбетте менің жетіскерлігім, бірақ тек менің қызметім, менің минетім емес. Бұл ұстазларының, өзлерінің, шаңырағымыздың, өмірлік жолдасының, біздерге ұлыма жақын болған, біздерге имканият жаратқан әрбір инсанның жетіскерлігі деп білемін. İnsanın katta muvaffaqiyatga erishishda ailaning qo'llab-quvvatlovi kuch beradi. Sizning ailangiz, ota-onangiz, hamshirlarimiz. Рахмет сұрауыңыз үшін, әлбетте шаңырақ бұл инсанды жаратады. Инсанды шаңырақ тәрбиелейді. Шаңырақ өндіреді, шаңырақ оны әмелге асырады мақсатты. Мен өзіме өзім пайда болып, өзіме өзім бұл нәрселерге ерісіп жатқаным жоқ әлбетте. Мен өзім еш жерге де барамын. Себебі мен әтрапымдағы инсанлар мен қолдап-қуатламаса, маған илһам еш бермесе, маған имканият жаратпаса, мен ешқандай нәрсе істей алмаймын. Демек, менің жетіскерліктерім бұл менің әтрапымдағы инсанлардың жетіскерлігі. Яғни, шаңырақта ата-анам мені қолдап-қуатлап, менің еріспеген жеріме сен еріс, біздердің бара алмаған жеріміз кесілер барың деп, перзентлерінің сол ата-анам өзі жоғары мағлұматлы емес, олар оқымаған, оқу имканияты болмаған. Һәм сол қара минетпенен үш перзент, яғни бір ашаған, бір інім бар. Үшеуміз де жоғары мағлұматлымыз. Қазір ашаған докторантурада оқып жатыр, інім де сол декан вазифасын атқарушы болып жұмыс істеп жатырыпты. Бұлардың бәрі сол мен де сол халқымызға қызметке етіп келмекеме ата-анамның сол қара минетінің арқасында деп білемін да. Себебі біздерге барын еш жерден қалман, шақырған жерге барын, үйренің. Мен соныңдай маған ата-ене де сондай бір жақсы ата-ене тұс келді деп айтсам болады. Мен өзім сол кішкенелігімде ойлайтын едім, сол дөретушілігімді давам етуге, мен қолдап-қуатлайтын инсанлар әтрапында болсын деп өзім тілейтін едім, ниет ететін едім. Өмірлік жолдасым спортшы, сол харби болып жұмыс істеді. Қазіргі күнде минет демалысында, һәм ол Азия чемпионы күрес түрі бойынша, тура күресі бойынша, ол сол перзентлерін де сол спортқа қызықтыруға әрекет етеді. Сонымен бірге мәдениет шайдасы. Қосқа айтқанымды жүдә жақсы көреді. Қосқа айттырып отырғысы келеді, керек болса, уақыт бос болса, имканият болса, сол қай жерде сол кейін шаңырақта ең үлкен нәрсе бұл сенім. Ол айтады, әрдайым
қанша сол жерлерде жүрсең де, шетелдерге барсаң да, жұмыста жүрсең де, атырабыңда сонша қандай адамдар болуынан қатты нәрсе, мен саған сенемін, һәм сен менің сенімімді ақлайсың деп маған мотивация береді. Оның сенімі, әлбетте мен ақлайман деп мен бұған әрекет еткенім, әлбетте шаңырағымыздың бекемленуіне, біздердің және арқайын мен өзім үстінде ниет етуіме маған имканият жаратып береді. Ата енемде мақсым бар, олар мақсым болуына қарамастан талантыңды сол жүзеге шығарып, жәмиетке керек болып тұрсаң ба, сені шақырады. Сені шақырды ма демек сен қалдың. Неге мені шақырмайды деп ата-енем әрдайым сондай маған мотивация беріп барады. Перзентлерімізді де бағысуға жәрдем береді. Ата-анам, ата-енем әрдайым келіп, перзентлерімізге қарасады. Алланың берген 2 қыз, 2 ұл, 4 перзентіміз бар. Бүгінгі күні шаңырағымызда сол өзімнің есабым бойынша бақытлы шаңырақларының біріміз. Перзенттеріміздің үлкені 7-8 класс болуына қарамастан әзір жаһан чемпионы Құда қаласа болар. Өзбекстан чемпионы болып жатырыпты. Кішкентайымыз 2,5 жасар болуына қарамастан, оны да сол бағысуға маған жәрдем береді ата-енем, һәм жұмысыңа арқайын жұмысыңды істе деп жіберіп қойыпты. Соның арқасында мен жәмиеттен өз орнымды тауып жүрмін деп айта аламын. Жас дөретуші инсанларға қандай маслихат бере аласыз? Әлбетте, дөретуші инсанға мен қандай маслихат беремін? Дөретуші инсан өзін-өзі тәрбиелау керек бірінші болып. Мен ойлаймын, қалай тәрбиелайды? Ол әрбір нәрседен өзіне илхам алуды үйрену керек. Айрым менің достарым болады, мен сол аял қыздар комитетінде де көбірек жұмыс алып баратын едім, һәм қызлар жан клубының басшысы болып бірнеше жыл жұмыс істедім. Сол уақытында сол жердегі қызлар түскілікке түсіп қалып, бір көбірек маған müracaat ететұғын еді. Телеграм арқылы, социалдық тармақ, телефон арқылы өзімді көрсе де сондай müracaat ететұғын еді. Һәм оларға мен әрбір нәрседен ilham al, әрбір нәрсені жақсы нәрсе деп біл, әрбір жаманлықты саған бір жақсылықты алып келуі мүмкін деп ойла деп мен әрдайым оларға мәслихат беретұғын едім да, һәм сол айтатын еді, мен сізбен сөйлессем қандай да бір кейпиятым көтеріледі, сізбен сөйлессем өмірде жасап жатқанымнан қуанып кетемін деп айтқан көп нелерді көргенмін да. Соныңдай мен дөретуші инсанларға әрбір нәрседен илхамлануды үйренің деп айтқым келеді да. Себебі әлбетте шаңырақ өмір тек қана қуаныштан, мотивациядан, жақсы күндерден барады емес. Оның қайғылы күндері бір қанша қуанышлы күндеріңді жауып кететіндей қайғылы күндері бар. Мен де бір майданда қиналып, сол ішімнен бір жүректерім ауырып, айрымлардың гәплеріне, кімлердің бір қылықларына, емаса қандай да бір келіспеушіліктерге бір ішімнен қиналып кетемін, һәм өзімді өзім тәрбиелаймын. Мен адамдарға сондай өзім мәслихат беремін ғой, неге өзім әмел жасамаймын сол нәрсені деймін. Себебі менің сондай өмірім бар, Аллаға шүкір, перзентлерім, ата-анам, ата-енем, өмірлік жолдасым, шаңырағым жақсы көретін, жұмысым, мені жақсы көретін шәкіртлерім бар, атрабымдағы жақсы инсанлар бар. Олардың арасы, солардың 10 жақсылықтың арасында бір келіспеушілікке мен ітбар қаратуым керек пе деген нәрсе болады. Һәм сол келіспеушілікті сол жерде ұмытуға әрекет етемін, һәм жақсылықтарды көбірек естуге әрекет етемін. Һәм соларменен өзіме илхам алып, қандай да бір нәрселер дөретіп, қандай да бір қосықларды атқарып, жаңа қосықларды үйреніп, я болмаса жұмыста қандай да бір идеяларды әмелге асыруға өзіме артықша күш жинаймын. Мен дөретуші инсанларға сондай әрбір нәрседен илхамлануды мәслихат берген болар едім. Ахмет Қаншымұрат музейінде бала кезіңізде ойнап көрген кішкентай кезіңізге айтып берсеңіз. Бұл Аймхан Шамратова үй музейі менің өмірімде айрықша орын тұтады. Мен ойлаймын, тек қана менің өмірімде емес, бір қанша бақсылардың, бір қанша дөретушілердің өмірінде айрықша орын тұтады деп айта аламын. Себебі мен бір қанша қосықшыларды, бақсыларды мен жүдә жақсы білемін. Осы жерге келіп, илхамланып, жаңа видеода да көріп жатырмыз ғой, керек болса туристер келіп бұл жерге қосық айтып, илхамланып атырғалығын көруіңіз мүмкін. Себебі мен кішкене уақытынан бастап бағанада айтып өттім, анам осы жерде жұмыс істеген, һәм оған еріп мен тез келетін едім. Өзім 3-4 класс қыз болсам, осы жерде әрбір мәдениет тарау бойынша дөңгелек болатын еді. Аяқ ойын дөңгелегі, бақсышылық дөңгелегі, қосықшылық дөңгелегі, тіл үйрену дөңгелегі де болатын еді. Міне осы
сол жерде біз ханада ойын ойнап үйренетін ханамыз еді. Ол уақытта тек бір жерде музей еді, қалған жақтары тіл үйрену орайлар еді. Міне осы жерге келіп, аяқ ойын ойнап үйренеміз, мынаяқтағы ханаға барып дудар шертіп үйренеміз. Бұл һәм сол Аймхан апаның суретлері, оның хаттекі косметикалары боянған, отырған орынлары, орындықлары, киімлерін көріп, мен өзім басқаша илхамланатын едім. Һәм мен осы жерді көріп, мен негедір сол уақытта киімдерді ешкімге бермей жинаған уақытларым болды да, енді әзір ондай қылмаймын енді қазіргі күні. Бірақ сол уақытта мен айтатын едім, кішкене мына Аймхан Шамратова ападай болып кетсем, затларым осындай музейде тұрады деген менде ой болатын еді. Сол уақытта мен ойлаймын да, сол алдымда тұр үлкен жаңа нәрселерді ойлайды екенмін ау деп, не себебі Аймхан ападай болу аңсат емес қой. Қазір мен ондай бола алмаймын деп ойлаймын да қазіргі күні. Бірақ сол уақытта кішкене баланың ойында сондай нәрселер болғанлығын көріп мен хайран қаламын да, себебі бұл жерге келген әрбір адамға бір мен ойлаймын, бұл музей сол алға қарап ұмтылуға, сондай болуға, әрекет етуге, бір адамға бір түрткі береді деп ойлаймын. Себебі бұл жерде мен әуес етемін, апаларымыз, Айгүл апа бар, сол жерде ұстаз апаларымыз, Аймхан апаның перзентлерінің әрбірін көретін болса, жәмиетке белгілі инсанларды. Мен ойлаймын да, апа сондай инсан болған, жетіп, ол өзі қызмет етіп қана қоймастан, перзентлерін жәмиетке керекті инсан етіп тәрбиелей алған. Бұл өзіңнің үстіңде істеп, өзіңді жетілістіру, мен ойлаймын, аңсатлау. Себебі өзің үшін өзің әрекет етесің. Ал перзентлеріңді жәмиетке керекті инсан етіп тәрбиелеу қатты қиын деп ойлаймын. Міне бұндай апа ұстаз тек өзі ғана жәмиетке қызмет етіп қоймастан, перзентлерін де әрбір жәмиетке керекті инсан етіп тәрбиелей алған. Демек осындай үй музейін ойлап табу, оны жәмиетке араластыру, ансамбль, Аймхан лапызы ансамблінде мен де қызмет еткенмен, шәкіртлеріменен келіп, бұл жерді басқарып барған уақытында ол Аймхан лапызы ансамблінде әуескерлер халық ансамбль атағын алғанда. Бұл да апамыздың өзінің бір дүрітушілігінің бір ұлы екенлігінен дерек береді. Сондай әрбір кітап, Аймхан апа хақында жазылған кітап болсын, әрбір сурет болсын, әрбір тарихи естеліктер болсын, бұлардың барлығы адамға бір басқаша илхам бағышлайды деп ойлаймын. Сондай мен ойлаймын, мен осы дәрежеге жетісімде, өзіме күш қайрат тауымда, болмаса сол жәмиетке мен де керекті инсан болайын деген менде бір идеяларды, мақсатларды оятқан, мен ойлаймын, Аймхан Шамратова апамыз һәм оның осы үй музейінің де айрықша орны бар деп ойлаймын. Себебі өлкетану деген көрсетулерімізді, балалар көрсетулерін алып барған уақытта Аймхан Шамратова үй музейі хақында да үлкен көрсетулер даярланғанда мен де бақылаушылық еткен уақытында. Бұл және музейді айланған уақытымызда айтады ғой, апаның сол қиыншылықтары, жетіскерліктері, жас өмірлік жолдасынан айырылып қалуы, һәмде жас һәм әке һәм ана болып перзентлерін тәрбиелеу, сонымен бірге жәмиет әр қандай дәуірде де жәмиетте өз орныңды табу жүре қиын. Себебі ол жерде әртүрлі инсан болады, әртүрлі қарсыластарың болады, жоқ дегенменен бәрібір сол қарсы алдында келіспеушіліктер болады. Сонда айтамын да, өзіме бір мақсат етіп қоямын, ұран етіп қоямын, әрдайым алдыға ұмтылып жаса. Айдың 15-і қараңғы болса, ар жағында әлбетте 15 жақты күн бар. Демек мен қиыншылықтарға ерсі атпан ба, жұмысым әмелге аспай жатыр ма, қайсыдыр қосықты үйрене алмай жатыр ма, емаса қайсыдыр конкурста ұтылып қалдым, болмаса қандай да бір тосқылықлар болып жатыр ба, бір мақсатыма ерісуде, мен ойлаймын, оны басып өтейін, ар жағында 15 жақты күн тұрды, мен жетсемен бәрібір деп ойлаймын да. Мен осы нәрселердің һәммесін балалығымнан әрбір нәрседен өзіме керекті инсан, керекті затларды алуға әрекет етемін. Һәм Конфуций шарқ алымы Конфуцийдің кітапларын көп жақсы оқимын. Себебі ол көп ақыл насият сөздерді оқыған жақсы көремін. Себебі бақшылық қосқыларымызға дәуір беріп қарайтын болсақ, ақыл насият сөздерді ондағы көпшілігіне инсанды тәрбиелейді.
Конфуций айтады, көшеде кетіп бара жатқан екі адамның біреуі сізге ұстазлық етеді дейді. Ал ол екі адам арман қарап кетіп барады, оның жүзін көрмеді керек болса, қалай ол ұстазлық етеді дейтін болсақ, демек кімдір қолайсыз жаман жүріспенен, жаман әрекетпенен кетіп бара жатқан болса, сіз қоймай ондай болмайды деп өзіңізді түзелейді екенсіз. Ал біреу сұлу болып, сондай өзіне ара беріп, ямаса жақсы мінез құлықпенен кетіп бара жатқан болса, өзі мен де сондай жүруге әрекет етейіз дейді екенсіз. Демек, көшедегі әрбір екі адамның біреуі сізге ұстаз болып қалады екен. Сіз сондай етіп алуыңыз керек екен да өзіңізге. Мен сондай нәрселерден, апай сөздерден бір жақсы нәрсе өзіме алуға, мен сондай нәрселерді көбірек оқимын, шәкіртлерімізге айтуға, шәкіртлерімізге тәрбиелауға, мен көбірек сондай нәрселерді аламын. Һәм әлбетте мен өзім бірінші аламын ол нәрседен. Сондай жас кіші болсын, жасы ұлы болсын, мен ойлаймын, әрбір инсаннан бір нәрсені алу керек деп ойлаймын. Рахмет Гүлбахар апа, жақсы сәулет болып жатыр. Менің сізге беретін сұрауым бар еді. Жаңа айтып өттіңіз, Айымхан апа хақында әуес етеме дедіңіз. Сол Айымхан апаның жақсы фазилетлерінің қайсысын сіз өзіңізге өрнек қылып алуды қалайсыз? Айымхан апаның мынаусын аламан деп мен айта алмаймын, себебі ол инсанның анерде видеода көрдік, ол инсанның тек сыртқы саулатып жүріп баратқанының өзі біздерге үлгі болуға арзиды. Мен өздеріңізбен бірге көрдік қой, сондай киінген сол киімлері, сол һәм өзін сондай жоғары жүзін тұтып, шашларының түрмеклері де сондай бір өзіне сенген лидер хаялардың жүрісі, лидер хаялардың көрінісі, жүрісі, саулатлы, оның жүрісінен жәмиетлік іскер екенлігі, оның жүрісінен жәмиетлік іскер екенлігі, қандай да бір басшы инсан екенлігін көрсетіп тұрады. Мен керек болса, әбуайы оның жүріп баратқанына мен өзім ұсағым көреді. Һәм әлбетте оның тәкрарланбас хауазы, тәкрарланбас үйретушілігі бізге эсер халық артисті бұл үлкен жәмиеттің танықлы артисті болу да бұл аңсат зат емес. Неге әлбетте оған да ұсағымыз келеді. Перзентлерді тәрбиелау хақында жаңа да айтып өттім. Перзентлеріміз қанекей, Айымхан апаның перзентлеріндей болып, менің де перзентлерім сондай жәмиетке керекті инсанлар болып жетісіп шықса, бірі шайыр, бірі жәмиетлік іскер, қазіргі күнде ақылықтары да бүгінгі күні үлгі боларлыққа арзитын іслерді, жәмиетке керекті іслерді әмелге асырып келіп отырғанын көруіміз мүмкін. Мен шаңырақта ана болғанлығында да мен де сондай ана болғанын қалаймын. Енді актрисалығы бұл әлбетте ол инсанға Өзбекстан қаһарманы сондай етіп бір үлкен дүріппе пайда еткенлігінің өзі бұл жәмиеттегі айрықша инсан екенін дерек береді. Мен Айымхан апаның әр бір жүріс тұрысын, жәмиеттегі іскерлігін, аналығын һәм қос дүретуші инсан екенін мен әрбіріне ұқсағым келеді. Әрбіріне өзімді әртараплеме Айымхан апаның орнына қойғанды қалар едім. Әлбетте ондай инсан болу аңсат емес, біз бәрібір сол жолда әрекет етіп барамыз. Aydın güller kara kalpaktan
Gülbahar kızımızbenen uçrasuu ötkürdük muzeyde. Sonra Ayhan apana şu gruplar şart bolup atırgan şart. Şu sebebi Gülbahar kişende uğranda 10 yaşar benim. 9 yaşar oldu. Soqta mamasını yerip kelbedi. Maması Gülperi birinci bizim Ahmet Ayşan Şamuratçı müzeyin ekskursiya oldu bu besatlanan. Şu tarihqa yazıladı. Ертең kitap шығарып жатырмыз, Құдай қаласа кітапқа жазамыз. Соның алтын харппен жазатын адамлар. Сол Гүлпериде үлкен апайлар келіп, Үрскүл Бөреева бар, Сұлхан Мамбетова бар, тағы көп апалар келіп, мынандай бір апайы үйінде отырған тағы Гүлбахардың несі келді, үлкен кемпір апасы келді. Солардың қатарында отырып, қосақ айтты, дутары қолында. Сол елі біздер сақлап қойып, соқа емес, біздерді әмін елер қадырлар бар, сол тарихи қадырлар. Сол Гүлбахар Азымнан үлкен елерге ерісті, сол жәмін атақлар алып атыпты, Зүлфия мемлекеттік лауреаты болды, соған мен қатты қуаныштымын, естіп, не болып атырған музейге келіп атып, тез-тезде хабар алып атыпты. Сол мен ойлатамын, сол қанмен мына көп адамдар белгілі болып шығып атыпты музейімізден. Сол мысалы Күлман Жылмұратова, өмірдің жолдасы Женісбек Пиязовлар олар келгенде елі адам ешкім танымайды олар. Сол келіп, көтеріліп бәрі, оданан басқа да көп айтсақ болады адамлардың. Сол мен ойлаймын, сол Айхан апаның сол оқылары шарт болып, сол екеуі әкеміз, шешеміздің оқылары шарт болып, сол екеуі қандай шаңарақ болған, ауыз біршілікті, бірақ анамыздың маңайына сыймай кетті, әкеміздің сондай дәулетлі, абырайлы, сауатлы, Москвада бірінші оқыған, сондай анамызды қолап қуатлаған. Ол соның еді Москвада оқығанда сондай хаял адамды қолап қуатлаған бірінші еркек, сауатлы, хаялын мынадай жол көрсетіп, жәрдем беріп, қоса жазып, пьесалар жазып, көпіне мемлекеттік жұмыста жүріп, кеште келіп, Айым-ханым Гүлайым рөлін ойнайды. Айым-ханым мына қосықты атқарады деп жазған адам. Енді міне Гүлбахар табыстар тілеймін, семьялы, балалы, Қаныкөлде Айым-ханым ауылда түскен оғардағы. Сол музей құрышы Сұлтанмұрат Таубадиев оның жолдасым сол ауылдан, бір ауылдан, 7 ауылдан, 5 ауылдан. Екеуі Москвада танысқан екен, студент бағында Сұлтанмұрат. Айым-ханым барған уақытта сол жақта Қайырдың баласы сол Қаныкөлдің кім екен, ағайын екен, ұрылас екен, сол жерде танысқан. Сол неке, сол өмір деген сондай неке, тез өтіп барады, кеше кішкентай ағзайдың неке енді үлкен абырайға ерісіп жатырсам, қызлар хамесі тыңлап, әзетті сұрауларды берді, республикаға белгілі сансам, көп елдерге, сыртелерге бардым, Қарақалпақтың қосықтарын дүния жүзіне шығардым. Амандық тілеймін, Айым-хан апаның жолын берген, Айым-хан апаның еледі жолын давам етіп, белгілі болып, сыртелерге көп барып, халық қосықтарын әмі жерде таратып жүруге кестім. Амалық жасауды қамеге де рахмет айтамын. Сізге күш қуат берсін, апа, шаршама. Сіз ең бұл жерде үлкен жұмысты істеп жатқан апа сіз. Әрдайым соны апамыздың бәрібір қандай ұлы инсан болса да, егер оны келешек әулет деп көтермесе, перзентлері оның сондай екенін халыққа көрсетпесе, мен ойлаймын, уақыт өтумен ұмытылып қалады. Бұл сіз, апа, сіздің ниетіңіздің арқасында, мен ойлаймын, мәңгі жасайды. Бұл музей, апамыз, сіз де үлкен тарихи инсансыз негізі. Мінекей бүгін біздер тыңлаушыларымыз білен Нөгіз республика хамширалар қанегелігін жетілістіру Нөгіз филиалынан келді. Тыңлаушыларды алып келдік. Бүгін Айым-хан Ахмет Шамуратовлар үй музейіне. Бұл жерде біздер Гүлбахар Ахметовамен ұшырасу өткерілді. Ұшырасу жүде жақсы, мазмұнлы болып өтті. Біздің тыңлаушыларымыздан бұл ұшырасудан өздеріне керекті болған мағлұматларды алды. Айым-хан Ахмет Шамуратовлар үй музейіне біздер жыл давамында өздеріміздің тыңлаушыларымызды мәдени қарды шығару үшін, мәдени байлығын жетілістіру үшін жіберіп, әр айда жіберіп тұрамыз. Сол жерге тез-тезден келіп, тыңлаушыларымыздан өздерінің кайфиятларын көтеріп кетеді.
сол музейді шөлкемдестірілгендерге үлкен рахметлер айтып қаламыз. Бүгінгідей ұшырасулар тез-тезден болып тұруын қалаймыз. Сіздердің тыңдаушыларымыз осы жерге келіп, сондай танықлы актер, актриса, шайырларымызбен ұшасып тұрса мақұл болады деп ойлаймын. Шөлкемдестірушілерге үлкен рахмет.